Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын дамские пальчики, яғни бикеш саусақтары деген тортты бірге әзірлейтін боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дүкеннен мүлдем сатып алмай-ақ үй жағдайында жасай берсеңіздер болады. Ал рецепті қабыл алыңыздар. Ең әуелі қажетті заттарымызды алдын ала дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет, бөлме температурасындағы сары май қажет, және су және сүт дайындап аламыз. Міндетті түрде ұнды илектен өткізіп аламыз. Енді татымына қарай тұзымызды және шекерімізді осылай барлығын дайындап аламыз. Енді отқа осындай қалың, түбі қалыңдау ыдыс немесе кастрюлемізді қойып аламыз. Содан соң ішіне бағанағы суымызды құйып аламыз, сүтімізді құямыз. Содан соң сары майымызды салып, барлығын араластыратын боламыз. Отқа қойғаннан кейін біздің сары майымыз еріп, жылый бастайды. Сол кезде тұзымызды және қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Бізге қатты қайнап қатпауы қажет. Енді қайнай бастаған кезде үстіне дайындаған ұнымызды саламыз. Ұнның барлығын бірден сала салмаймыз. Шетінен араластыра отырып, осындай лопатканың көмегімен тез-тез араластыра отырып, ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай іртіктері қалып кетпеуі қажет. Тез-тез араластырғандарыңыз дұрыс. Мінекей бізде араласқанда осындай қамырымыз біріге бастайды. Енді осы қамырды 5-7 минуттай араластырып, отта ұстаймыз, содан соң сөндіреміз. Мінекей бізде осындай қамырымыз дайын бола бастайды. Барлығын әбден араластырып дайындап алатын боламыз. Енді осы қамырымызды бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Мінекей ыдысымызға салып, бағанағы дайындаған жұмыртқамызды қосып, барлығын миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаны бірден қоса салмаймыз, шет-шетінен бір-бірден қоса отырып, миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Достар, құрамын толықтай описание бөліміне қалдырдым. Төменнен қарасаңыздар болады. Өте оңай және құрамы да қарапайым заттардан жасалады. Барлығын араластырамыз. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап ұлғайта отырып, мінекей сонда бізде осындай сұйық массамыз дайын болады. Енді осы сұйық массамызды кондитерлік мешокқа салып, осындай насатқа кигізіп дайындап алатын боламыз. Противен ыдысымызға пергаментті бумаганы салып алып, осылай насатканың көмегімен арасын алшақтау қылып, қысып шығып дайындап алатын боламыз. Осы аралықта пешімізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Мінекей барлығын арасын алшақтау қылып, себебі көтеріліп піскен кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін дайындап аламыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минутқа салып аламыз. Мінекей достар, біздің профитройларымыз өте дәмді болып шығады. Өте жұп-жұмсақ арасы. Енді ол суығанша біз кремін дайындайтын боламыз. Креміне 33-35% сливкиді, салқын сливкиге қантымызды салып, миксердің көмегімен қоюланғанша жақсылап араластырып аламыз. Менде қанттың салғаны түспей қалыпты. Мінекей осылай қоюлана бастаған кезде ғана миксерімізді тоқтатамыз. Бізде осындай креміміз дайын болады. Енді осы дайын болған кремімізге профитролларымызды салып, осылай екі бетін малып, тарелкамызға жайғастырып шығатын боламыз. Барлығын солай жасап алыңыздар. Достар, менің каналымда түрлі рецептердің, кешкі ас, түскі астың рецептері бар. Міндетті түрде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлығын осылай орналастырып шығып, қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен бетіне осылай жеміс-жидектерді қойып шықтым. Өте дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Түсініксіз сұрақтар болса, комментария бөліміне қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.